Құрбан айт ұлық мереке. Бұл күні құрбан шалудың сауабы мол. Биыл эпидемиологиялық жағдайға байланысты құрбандық шалуға тапсырыс беру онлайн режимде жүзеге асады. Не үшін? Себебі карантин кезінде мемлекетіміз бекіткен санитарлық талаптарды орындау, халықтың денсаулығы мен елдің амандығы үшін әлеуметтік қашықтықты сақтау, онлайн тапсырыс беру арқылы әрбір уақытты тиімді пайдалану. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы имамдар арқылы құрбандық малы шариғат талабына сай сойылады. Шалынған құрбандықтың есебін беру арқылы қаржылық ашықтықты жариялау. Қайырымдылық мақсатында құрбандық еттерін түгелдей мұқтаж жандарға тарату. Құрбан шалу рәсімдеріне еріктілерді жұмылдыру. Қайырымдылық барысында сенімділік пен бауырмашылдықты арттыру. Сіз бен біздің міндетіміз. Алла ниеттеріңізді қабыл етсін.